әйел адамның қалаулары, ішкі состояниясы және еркіндігі жайлы айтқым келіп тұр. Айтпастан бұрын өте қатты қорықтым. Өйткені өзімнің жүріп өткен жолым мүмкін даже бөлісуге ұялып тұрған шығармын, но көп адамға пайдалы болады деген ниеттемін. Әңгіменің арасында маған көмектескен техникаларды беріп отырам, соны өз өміріңізге пайдалансаңыз болады. Сондықтан видеоны до конца көріңіз және каналға жазылып қойыңыз. Бұл каналда жалпы менің жеке трансформациям, дамуым жайлы бөлісетін боламын. Ал кеттік. Негізі көп әйелдер, соның ішінде мен де деп айтайықшы, ішкі қалауды жапқандықтан даму тежеледі. Біраз бір этаптарға дейін келесің, одан кейін шешім таба алмайсың. Неге, қалай деген сияқты. Жалпы мысалы блогер болам десеңіз, кәсіп жүргізем, жалпы адам ретінде, профессионал ретінде дамимын дейтін болсаңыз, бұл өте керек, основной база деп айтуға болады. Өйткені адам ішкі состояниясы дұрыс болмай жатып, оның жұмысы кереметтей бір жүрмейді. Әйтеуір бір қалыппен жүруі мүмкін. Сондықтан мен осы темаларды көп зерттеймін. Зерттей келе Табиғат Кәутайдың мынандай сөзі есіме түсті. Адам жалпы даму жолында 3 этаптан өтеді дейді. Біріншісі, адам басқалардың ойынан шығу үшін өмір сүреді. Мені мақтаса екен деген сияқты. Солардың ойынан шығуда. Екінші, өзі үшін өмір сүреді. Потому что бірінші кезекте адамдар үшін өмір сүріп көреді да, көңіл қалады. Өйткені реально сен барыңды адамға берген сайын ол сенен отталкиваться етеді. Екінші уровеньда соның бәрін түсінгеннен кейін адам өзіне қайтып келеді. Өзі үшін өмір сүрген адам ғана үшінші этапқа өтеді, Аллах разылығы үшін өмір сүреді. Өйткені іштей состояние самодостаточно болады, және өзгеге бере алмаған, өзіңді іштей тойдыра алмаған, өзі үшін өмір сүре алмаған адам негізі біреу үшін от души еш нәрсе жасай алмайды. Сондықтан да ол Аллах разылығы үшін болып саналмайды екен. Менің басымнан сондай нәрселер өтті. Мысалы, ата-аналарға, туыстарға деген сияқты махаббатты ақшамен сатып алғым келді. Өзім үшін емес, сол моментте Аллах разылығы үшін деп айтқан шығармын, но мені мақтаса екен деген ой болды. Бірақ сен сондай ниетпен жасаған кезде маған рахмет айтсын, мен қызым молодец деп айтсын деп істеген кезде керісінше оны ала алмайсың. Сол кезде сенің жаның қатты қиналады. И в итоге өзіңе қайтып келесің. Және біз көбінесе адамдарға жоқ деп айта алмаймыз. Менде де болған. Неге? Өйткені түбінде жалғыз қалудан қорқады екенбіз. Мысалы, егер мен оның ойындағыдай, сен ауызбен айтпайсың оны, бірақ егер оның ойындағыдай болмасам, мен оған егер жоқ деп айтып қойсам, екеуміз ұрысып қаламыз. Ұрысып қалсақ түбінде не болады? Екеуміз бөлек кетіп қалуымыз мүмкін, иә? Сондықтан жалғыздық қорқынышы, мойындалмай қалу қорқынышы, осының барлығы. Бірақ саған сырттан адам қанша айтып жатса да, саған мақтау беріп жатыр, рахмет айтып жатыр, бүкіл капризіңе көніп жатса да, сен өзің оны бермесең, саған оны сырттан ешкім бере алмайды. Сол даже признанияны да. Просто тупо естімейсің, мүмкін саған айтуы мүмкін. Ол признанияны әкелу үшін бір ғана техника бар. Ол үшін дәптер арнайсыз чисто признаниеге. И соның ішіне өзіңіздің плюстарыңызды жазасыз. Плюс қабілеттеріңіз, қандай қасиеттеріңіз бар, барлығын, дене бітіміңіз, және туылғалы осы уақытқа дейін не бітірдіңіз, қандай мақтанатын жетістіктеріңіз бар, иә? Кішкентай болса да, барлығын теріп жазып, қайта жазып отырамыз. Өйткені жазған кезде миға сигнал барады, и сен өзіңді шынымен сондаймын деп ойлап бастайсың. Ал сен өзіңді солай ойлаған кезде, бүкіл әлем сен туралы солай ойлайтын болады. Сондықтан это все считывается. Адамның ішкі қалауына қатысты тағы мынандай нәрсені айтуға болады. Мысалы, сен өзің қалайтын сүйікті мамандығың болуы мүмкін, бірақ сен соны адамның ішкі, бұл жалпы әйел ғана емес, адамның ішкі қалауы туралы мынандай нәрсені де айтуға болады. Мысалы, сен сүйікті мамандығыңды жертвовать етесің, отбасы үшін или күйеуің үшін деген сияқты. Бірақ в конце ол сені жалғыз қалуға әкеледі. Көп звездаларды мен любой жағынан қараған кезде осуждение емес, бір өсек жағынан емес, психологиялық талдау ретінде қараймын да. Мысалы, өзін жертвовать еткен адам түбінде ол адаммен мойындалмай қалады және бөлек қалып қояды, жалғыз қалып қояды. Мысалы, күйеуін қатты жақсы көріп кеткен әйелдер
күйеуі изменять етіп кетеді или екінші әйел алып кетеді деген сияқты. Бұны еще былай түсіндіреді ғой. Аллахтан басқа нәрсені жүрегіңе қатты кіргізсең, сен сол нәрсемен сыналасың, иә. Зацепка неге қатты жапсасын, сол нәрсе сенен алыстай береді. Балаларыңа берілсең де солай болады. Жұмысыңа берілсең де, ақшаның артынан қусаң, ақша саған келмей қояды дегендей. Сондықтан бірінші очередь адам өзінің ішкі жан дүниесін, тыныштығын, қалауларын қою керек екен. Және мынандай нәрсе бар. Негізі жалпы өмірде біз неге соғанша жанталасамыз, көп ақша тапқымыз келеді, дәу үй, путешествие, машина, анау мынау, одан да жақсы деп. Оның барлығы негізі гонкаға түсіп кетеміз басқалармен. Ал на самом деле біздің ішкі жан дүниеміз ақшаға қатысты емес нәрселерді тек қалауы мүмкін. Біз түбінде соған жету үшін қазір жанталасамыз. Өйткені бүйтіп айтамыз, мен қазір мына жақты істеп алайын, реттеп алайын, сосын саған келем. Мысалы, мен сториста бөліскен болатынмын. Өзім кішкентай кезімнен бері биге қатысқым келген, бірақ кішкентай кезімнен бастап білмеймін, ойлап жүресің ба, или біздің миллениалдардың бәрі сондай ма, папа маған қарайсын, проезд, киім тіктіру деген мәселелер бар ғой, қосымша ақша жұмсау. И мен сол қиналып тұрғанын көріп, просто өзім бас тарттым. Бірақ ішімнен жыладым қатты. Но айтқан жоқпын ешкімге. Әке-шешеме айттым, қатысқым келмейді дедім. Ана жаққа айттым, қатысқым келмей тұр, и все, бросила. Бірақ мектепте қолдан келгенше өзіміз би шығарып билеп жүрдік та. Сосын өзіме айтатынмын подростық кездерімде, ертең мен универге барған кезде өзім қалаймын, солай жүремін, солай киінем, солай биге қатысатын болам бос уақытымда депші. Бірақ мен универге медакадемияға түстім, и для меня это было просто вау. Қарағандыда өте қатты оқиды деген андай қорқынышпен келдім да, вниманием барлығын оқуға бердім. Мен даже бірінші курста киноға бармағам, андай чисто болады, сабақ общага. Соның арқасында, конечно, лидер, отличник болдым. Но өмірім сол бір жыл өтіп кетті, өкінбеймін, конечно. Не айтып жатыр едім? Қалау туралы, иә. Сөйтіп, биге қатысқан жоқпын. Сөйтіп жүргенше ерте тұрмысқа шығып кеттім. Ал тұрмысқа шыққаннан кейін Айжігіт екеуміздің басты планымыз аяқтан тұру болды. Үй алу, ол бізде машина, жаңағы сол базовый потребность қайтадан айналып келгенде өте қарапайым отбасы үшін нөлден бастап оған жету кішкене бізге қиындау болды. Білмеймін неге екенін. Пока біз универді бітірдік, қосымша әртүрлі жұмыстармен айналысып көрдік. Аллахқа шүкір, әйтеуір бизнес атып кетіп, барлығы жабылды. Бірақ сол жабылғалы бері тағы 5 жыл өтіпті. Сол 5 жылдан бері мен азанда тұрып жұмысқа бармаймын. Керемет қатал, менде ене де жоқ, күйеу де жоқ, күйеуім балаларым тасиды. Былай айтқанда қолым бос қой. Тағы да бармаймын биге. Өзіме сұрақ қойдым, ревизия жасап жатқан кезде. Мен 3 жыл бопты откладываю биге баруды. Неге? Өйткені уақыт жоқ деп айтам. Неге уақыт жоқ? Былай қарасаң қарбалас. Сонда мен сұрақ қойдым, мен не істеп жүрмін? Мен әйтеуір көп подписчик жинауым керек. Мен әйтеуір бір бизнесімді тағы өсіру керекпін. Оның барлығы не үшін? Деп сұрақ қойдым да. И өзіме солың бәрін қойып алып, бөлек былай ойландым да. Мен, егер ойымдағының барлығы орындалса, все, Дания, кереметсің, барлығы бар, күшті. Сен спокойнайсың. Бос уақытыңда не істер едің, если у тебя все получилось. Мен балаларыммен жүретін едім, мен биге қатысатын едім, мен спортпен айналысатын едім, мен үйде караоке қойып ән айтатын едім, дедім да. Былай қарасаң, ақшаны талап етпейтін нәрселер ғой. Биге бару жарайды 15-20 мың теңге айына, иә. Ән айту үйде тегін. Спортқа қатысу, спортты өзіңе айналысуға болады. И мен бір кісінің интервьюінен тоже сондай нәрсені естідім да. Ол кісі тоже масштабный адам. Ол кісі, оказывается, просто іші тыныш болып, бір жаққа асықпай, паркта отырғысы келеткен адамдарға қарап, кім не істеп жүр депші. Бірақ ол нәрсені өзіне рұқсат етпейді. Өйткені қазір оған достигать ету керек депші. И сіз де өзіңізге осылай сұрақ қойып көрсеңіз болады.
менің ойымдағыдай бәрі орындалды. Танияның кішкентай өзімнің ішімдегі қандай арманым бар, мен не істегім келеді жалпы деп. Понимаете? Сонда біз бүкіл нәрсені істеп барып, түбінде өзімізге келгіміз келеді да. Можно же в моменте комбинировать. Мысалы, мен қазір аптасына 3 рет биге барамын, енді ағылшынға жазылғым келіп тұр. Бүгін осылай шашымды қиып келдім. Так что солай в моменте өмірмен қарбаласып жүріп, өзіңнің ішкі қалауыңды тыңдауға болады. Ал енді самый прикол. Сен өзіңмен өзің болғанда, жаның тыныш болғанда, состоянияң жақсы болғанда, саған адамдардың бәрі өзі тартылады. Жұмысың оңай жүреді, жеңіл жүреді, рост тез болады. Мен оны өзім көріп жатырмын. Сондықтан рекомендуем. Және видеоның соңында тағы бір техника саған. Өзіңмен өзің қалуды үйренгің келсе, былай жасайсың. Көзіңді жұмасын және терең демаласын. Мұрынмен демалып, ауызбен демді шығарамыз. 4-5 рет солай жасайсың. Және демалып жатқан кезде назарды, вниманияны жалпы көздің ортасына қоясың. Бүйтіп әкелген кезде әрине бірден болмайды, но жасай берген сайын келеді. И қараңғылық пайда болады да, сен бүйтіп бір нәрсенің ішіне сүңгіп кеткен сияқты ощущение болады. Сол кезде сен осы сәтке ораласың және өзіңмен өзің бола аласың және ішкі қалауыңды ести аласың. Солай жасап, өзіңе мынандай сұрақ қойсаң болады. Егер де әлемде ешкім жоқ болса, мен не істер едім? Егер мені ешкім осуждать етпейтін болса, маған еш нәрсе айтпайтын болса, мен не істер едім деп. Сол сұрақтан кейін сенің шын қалауларың шығады. Соны тапқандан кейін жасасаң, сен өзіңе келесің деп ойлаймын. Ал өзі үшін өмір сүре алған адам уже екінші этапқа өтеді. Видеоның басында айтқанымдай. Аллах қалап, үшінші этапқа махаббатпен, үлкен мудростьпен жетсем екен деген ниеттемін және соны сіздерге де тілеймін.